Құрметтілерім, әрі қарай жалғастырайық. Мен мысалға қазір өзімді мақтаймын сіздерге. Какая ты крутая, Мақпал Қаратай. Қаншама өмірден түңіліп жатқан адамдардың көздеріне от пайда болып, өмірге деген құштарлықтары өсіп, олардың жаңағы жарқын өмір сүруіне ықпал етіп жатқан жансың деп өз-өзімді мақтап қойсам. Яғни молодецсің, сен бүгін мысалға қаншама сабақты жаздың десем, менің ішімде кәдімгідей анау частым, болезненной частым исцеляться етеді. Сейчас время исцелять душу. Біз өз-өзімізді жылдармен бірге ауру қып тастағанбыз, өз-өзімізді көме бергенбіз. Мысалға, осы жерде мен бір нәрсені айтқым келеді. Мысалға, сіз өзіңізбен отношениеңіз қандай? Менің өзіммен отношениям өте деструктивный болды. Яғни, мен өз-өзіме жылдармен өте қатты талап қоя бастадым. Мысалға, ол талапты кішкентай кезімде әке-шешем қойды. Айналаңыз қояды сізге, жақсы оқуыңыз керек, жақсы адам болуың керек, жаңағы ұрсады саған, сен жалқаусың, сен ақымақсың. Оны бәлкім сен достарыңнан естисің, бәлкім мектептегі мұғалімнен естисің. Сол дауыстар сенің құлағыңның түбінде тұрады. Сосын жылдар өткеннен кейін біз ол дауыстар үздіксіз тынышталғанмен біз өзімізге өзіміз ұрса бастаймыз. Яғни өзімізге өзіміз сен онша емессің, сен әдемі емессің, сен жаңағы қолыңнан келмейді, сен ұйықтадың, сен демалып қойдың, сен жұмыс істемей жатсың, сен ақша таппай жатсың, сен итсің, сен мышықсың деп өзімізге ұрсамыз. Әйгерім яма деген жазып қойшы, қазір айтуым керек адамдарға яма деген. Сол ұрысқаннан кейін біз жаңағы өзіміз әрі қарай жек көре бастаймыз. Сондықтан пятый измерениеге өту үшін, менің темам пятый измерение екен ғой, өзім сіздерге бүкіл тақырыпты айтқым келеді жандарым, чтобы сіздер, өйткені мен чувствую, әр жақта тыңдап отырған адамдарды бүкіл сезіміммен сезем, сіздердің қаншалықты қиналып жүргендеріңізді. И сондықтан любой тақырыпты сабақтағы мен маңызды да есептеймін, өйткені мен өзім өткен дүниелердің барлығын сіздер түйсінсе екен деп ойлаймын да. Шын мәнінде сабақты өткізген кезде просто өткізе салғым келмейді. Просто сіздердің ақшаларыңыз төленді, айтылған сабақ айтылды дегім келмейді. Бүкіл жүрегіммен, бүкіл 62 тамырыммен, бүкіл болмысыммен, душаммен айтайын. Я хочу, чтобы вы исцелились. Прям хочу. Я хочу, чтобы сіз орныңыздан тұрғаныңыз. Я хочу, чтобы сіздің бақытты болғаныңыз. Вы есть я есть вы. Бәріміз бір полядамыз. Сондықтан, пожалуйста, айтылған сабақты от души тыңдасаңыздар екен, жандарым сол. Сол үшін жаңағы өздеріңіздің отношенияларыңызге қарасаңыздар екен. Настолько вы деструктивны самим собой. Настолько сіз өз-өзіңізге как строгий родитель ұрса бастайсыз. Настолько сіз өзіңізге өзіңіз үнемі жаңағы талап қоя бересіз. Өзіңізді қолдамайсыз, өзіңізді қорғамайсыз. Осының барлығынан біздің ішкі душамыз бізге ренжіп қалған. Или болмаса сіздің ішіңіздегі маленький ребеногыңыз сізге ренжіп қалған. И ол тығылып қалған. Өйткені сіздің ұрса бергендігіңізден, сіздің үнемі оны қорғамайтындығыңыздан, ол жалғып кеткен, ол тығылып жатыр. Сондықтан исцеляция ету үшін адам өзін өзі таңдауға, өзін өзі қорғауға, өзімен договариваться етуге, бережное отношение жасауға тиісті. Әрдайым өзіңізге айтып отырыңыз, сенде мен бармын, жаным сол, уайымдама, екеуміз бірге шығамыз. Прям өзіңізбен өзіңіз дос болатын, өзіңізді өзіңіз қолдайтын уақыт келді, жаным сол. Сол үшін айтыңыз, мысалға, мақтаймын мен сені, уайымдама, қандай қиындық болатын болса, бүкіл әлемнен, пускай сенен бүкіл әлем отвернуться етсе де, я есть у тебя деп айтыңызшы өзіңізге. Бүкіл әлем сені сүймесін, жақсы көрмей ақ қойсын, бүкіл әлем саған қарсылық танытсын, мен бармын сенің қасыңда деген кезде, сіздің ішкі частіңіз исцеляция етіп, кәдімгідей оянып, қайтадан гүліңіз жарып, пархат ете бастайсыз. Өйткені адамдар қорыққаннан жабылып қалғанбыз. Біздің ішіміз былай жабылып, әлемге қорқып тұрмыз. Сондықтан өздеріңіздің ішкі дауыстарыңызды үнемі ұрыспатсыз ба, тоқтатыңыз. Үнемі жаңағы, наоборот, келісіп үйреніңіз. Давай осылай істейік. Мысалға, сен ақша таппайсың, давай екеуміз бірге табамыз. Давай екеуміз, короче, жаяу жүреміз. Давай екеуміз осылай істейік. Жалқаусың дейді. Мысалы, көп адам өзіне өзі қатты ұрсатын дауысы жалқаусың деп ұрсады. Сіз жалқаусың, түске шейін ұйықтайсың деп ұрысқаннан, егер сіз орныңыздан тұрып кететін болсаңыз, давно тұрып кетер едіңіз. Бұл метод с вами не работает. Менің методым, жалпы өзімнің адамдарды ояту методым өте қатты жұмыс істейді. Оны мен өзімнің жалпы ретриттерімде болсын, менторствомда болсын,
осы методологиямның дұрыс жұмыс істейтініне көзім жетіп отыр. Өйткені я через любовь исцеляю, через айқай емес. Сен давай, давай. Ана баяғыда бар ғой, чемпиондар жасау үшін деп ұрса беретін. Ондай методика қазір не рабочая. Сондықтан, мысалға, сен жалқаусың, түске шейін ұйықтайсың деп мен өз-өзіме ұрыспаймын. Мен өз-өзіме айтамын, ұйықтауға саған рұқсат беремін. Өйткені көп жағдайда жалқаулық деп ойлайтын дүние на самом деле жалқаулық емес. На самом деле ол адамда просто энергияның жоқтығы, ол адам депрессияға кіріп кеткендігінің, өмірге құштарлығын жоғалтып алғанның көрсеткіші. Просто сіз наоборот ол кезде сіз өзіңді жата берген үшін одан әрі ұрсатын болсаңыз, одан әрі депрессияға кіріп кетесіз. Одан әрі тұра алмай қоясыз. Өз-өзіңіз жей бастайсыз. Неліктен біз өз-өзімізді жеп жүріп қой, ақша таппадың, ұятсызсың, оңбағансың деп. Наоборот, басқаша методикаға значит өту керек, уақыт келді деген сөз. Сондықтан жаңағы сен жалқаусың емес, значит сенде энергия таусылып тұр екен ғой, жаным сол. Давай энергияңды көтеру үшін не істейміз деген өзіңе ресурс беру, өзіңді еркелету, сенің бақытқа толтыру кезеңі келіп өтті. Осы кезең келген кезде ғана адам пятый измерениеге өте бастайды. Өзіңізге әсіресе мынау қатты активный өмір сүретін адамдарда миы демалмайтын, мен сияқты үнемі жаңағы ақша табуға, өмірін бақыттаған адамдарда өзіне демалуға рұқсат бермейді. Өйткені демалса өздерін жек көре бастайды. Сондықтан өздеріңізге кәдімгідей графиктарыңызды қараған кезде міндетті түрде демалатын уақытты қойыңыздар. Мынау саған арналған уақыт, мынау екеуміз бірге жүретін уақыт деп. Өзіңізбен өзіңіз кездесетін уақытты күнделікті 3 сағат болсын, 2 сағат болсын, быть самим собой. Роскошь быть самим собой. Осы дүниені әрдайым қойып отырсаңыздар екен.